оқыған кітабым «Бұршақ үстіндегі ханша». Мен одан ой түйгенім, бүкіл ханшайымдар ақылды, мейірімді және мықты болады. Ханша бұршақты сепсе де, олар оның үстіне 40 қабат көрпені жапты. Бірақ ол бір күн ұйықтап шықты. Кітап оқу жадыны және ойлауды дамытады. Кітап оқу адамдармен қарым-қатынас жасауға көмектеседі және әдемі сөйлеу дағдыларын дамытады. Кітап оқу талдауға және сарапқа салуға, кез келген нәрседен қорытынды шығаруға үйретеді. Кітап оқу қоршаған ортаны, әлемді және өзін тануға үйретеді. Кітап оқу өмір сүруде табысқа жету кепілі. Кітап оқу сөздік қорды байытады, жалпы адамның сауаттылық деңгейін арттырады. Кітап оқу қиялдау және шығармашылық қабілеттерді дамытады.